Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен әдеттегідей бүгін өзімнің бейне жазбамды түсірейін деп жатырмын. Әлеуметтік желіден самсаның осы бір түрін көріп, мықты қызығып, қайта қарап, осы бір самсаны мықты ұнатып қалған болатынмын. Соны ойлап жүретінмін, осыны бір пісірейінші деп, бірақ бір сәті түспейтін. Соның сәті бүгін келіп жатыр. Енді мен көп ойландым, мынаны мен оқсата аламын ба, оқсата алмаймын ба, оқсата алмай бір ұятқа қалып қоям ба деген менде мықты ой келді. Сонымен бұл самсаның менің алғаш пісіруім, бағасын өздеріңіз білерсіздер. Ол үшін мен саңырау құлақ алдым. 3 үлкен саңырау құлақ алдым, 1 үлкен пияз алдым және 1 бөлек тауықтың етін алдым. Енді осылармен қазір жасайтын боламыз. Керек заттардың бәрін мен бейненің барысында айтып түсіндіретін болам. Ең бірінші жаңағы самсаның ішіне салатын осы бір салмамызды дайындап алайық. Міне мен жаңағы барлық саңырау құлағымды турап алдым. Енді пиязымды турап алып жатырмын. Кубиктеп өте уақтаудың қажеті жоқ. Және тауығымызды сол кубиктеп бәрін турап алатын боламыз. Бұл самсаны енді мен алғаш рет жаңағы пісірейін деп жатырмын, жасап жатырмын. Сондықтан да мен бәрін көз мөлшермен алып жатырмын. Енді барлығына жететін шығар деген ойдамын. Егер жетпей қалып жатса, оны тағы да көретін боламыз. Енді 1-2 сарымсақ алып, оны да бірге турап, осы барлығымен бірге қуырып жіберейін деп жатырмын. Енді тавамыздың түбіне біразғантай май құйып, оған пиязымызды жақсылап қуырып аламыз сарғайғанша. Оның үстіне тауық етін саламыз, оны да біразғантай қуырып алатын боламыз. Одан кейін тауық еті қуырылғаннан кейін жаңағы саңырау құлағымызды салып қуырып алатын боламыз. Біразғантай тұз, паприка және ащы бұрыш алдым. Осылармен барлығын бірге қуырып алатын боламыз. Құрметті оқырмандарым, егер сіз арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Лүпіл басуды ұмытпасаңыз және алған әсеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетсеңіз деген өтінішім бар. Менің арнамның дамуына сіз үлкен маған көмек берер едіңіз деп айтқым келеді. Енді мен 20% қаймақ, сол қаймақпен 2 ас қасығын қосып жіберіп, бірге қуырып алатын боламыз. Өзіңізде қандай дәмдеуіштер бар, қосып жіберуге болады. Әркімнің өзінің қалауынша. Міне осылай мен баяу отта әбден кішкене майы сорыққанша, қоюланғанша баяу отқа қойып қоям. Біздің самсамыз піскенше ол да пісіп суып тұру керек. Енді самсамызды жасауға кірісеміз. Ол үшін мен осындай дүкеннің әзір қамырын алдым. Ең бірінші осы қамырмен қалай болады екен деп көріп жатырмын. Бұдан кейін мен өзімнің самсаға жасайтын қамырларыммен де жасап көрем бе деген ой келіп жатыр. Ең бірінші осы дайын қамырмен жасап көрем. Енді оны осындай формасын жаңағы өзгертпей, осындай төп-түрішті қылып ысып алуға тырысам.
Міне осындай болып мен ыстым, және мен осындай кекс пісіретін формаларымды пайдаланайын деп жатырмын. Стаканды да пайдалануға болады екен. Фольганы орап, менде осы жаңағы мына кекс пісіретін жаңа формам, менде ол көп-ақ пісіргеннен кейін алып қойып едім. Сол керек болып қалама, табылмай қалама деп ойлап, соным маған өте керім пайдаға асып кетіп жатыр. Осылай мен жаңағы қамырымды орадым да, түбін осылай қолымның көмегімен бітедім, барлығын жапсырып, бірге пісетіндей қылып. Енді осы размерімен қалған мен нандарымның бәрін осылай кесіп алатын болам. Және мен артық қалған жерлерін де пайдаға асырып жіберем ғой деп ойлап кесіп тастап жатырмын. Артық болған жерлерін орап жіберуге қалың болып кететін шығар деп ойлап, сол кесіп тастап жатырмын. Оларды да жамап осындай пайдаға асырып жіберетін болам. Бұлай көп қиындығы жоқ екен, кішкене икемің болса жасауға болады екен. Көз қорқақ, қол батыр, қорыққанменде қолдан келмейтін ештеңе жоқ. Сондықтан да көз қорқақ, қол батыр деп кірісіп кетсеңіз, қолыңыздан келмейтін нәрсе жоқ. Міне, мен артық жерлерін кесіп тастап жатырмын. Және түбін қолыңыздың көмегімен қамыр жетпейтін жерін созыңқырап, қолыңызбен шымшып, біріктіріп, осындай форма келтіріп аламыз. Міне, мен жаңағы 3 бөлек қамырдың тек қана екеуінен ғана жасадым. Екеуінен жасағанда менде осындай 16-17 дана шықты. Мен духовкамды 180 градусқа қойып қойдым. Енді соны піскенше, қызарғанша қойып алатын болам. Енді келесі этапқа кірсек, мен кунжуттың ағы мен қарасын араластырып қойдым бір ыдысқа. Екінші ыдысқа жұмыртқаның сарысын езіп қойып жатырмын. Үшінші ыдыста менде жаңағы қуырып алған тауығым мен саңырау құлағым және сырды үккіштің уақ көзіне өткізіп алдым. Міне менің жаңағы салып қойған самсаларым пісіп шықты. Біреулері ашылып кеткен, біреулері тым жақсы болып піскен. Енді әлі де қызартуға болар ма еді? Енді мен алып жатырмын. Әлі де қазір екінші қайта духовка саламыз, сол кезде қызарады деген есеппен. Міне осындай менде самсаның формалары шықты. Оның сыртын мен жұмыртқаның сарысымен жақсылап тұрып жағып жатырмын. Және оның сыртынан сол жұмыртқаның сарысы кеппей тұрып, кунжуттың шемешкелерін өстіп жақсылап тұрып, аямай сеуіп жатырмын. Менің самсаларымның формалары біреулері үлкен болыпты, біреулері кішкентайлау болыпты, әйтеуір әртүрлі формада шыққан. Бұл бірінші рет жасағаннан кейін ол дымтадай етпейді деп өзім ойлап тұрмын. Енді келесіде мен өзімнің самсамның қамырынан жасайтын боламын. Солай шешіп тұрмын. Міне мен барлық кунжутты, жұмыртқаны жағып, кунжутты сеуіп, формаларымды әзірлеп алып, оның ішіне жаңағы дайындап қойған салмамның бәрін салып жатырмын. Менің салмам осы менің 16 формасына самсаға дәл жетті де тұрды. Үлкен қасықпен толтырып, азғантай да оның үстіне үстемелеп, осылай салдым. Және үккіштен өткізілген сырымды да бетіне толтырып салып жатырмын.
бәрін болғаннан кейін жаңағы духовкаге тағы да қызарғанша бір 10 минут па 15 минут па қойып аламыз. Міне менің мынандай формаларым тағы да керек болып қалатын шығар деп сүртіп қайттан сол салып қояйын деп жатырмын. Керек болады, әрине, қайта сатып алмайсың. Сондықтан да ас үйде осындай жаңа тағам түрлерімен шұғылданатын болсаңыз, міндетті түрде осындай құралдар керек болады. Міне енді мен оны әсемдеу үшін осындай черри помидорымен жаңа петрушка алып қойған болатынмын. Міне мен самсаларым да пісіп шықты. Енді жаңағы черри помидоры менде үлкендеу екен, қақ бөлдім. Және мен петрушканың жапырақтарды үлкен екен, жапырақтарды бөлдім. Сосын оларды осындай әсемдеп жатырмын. Енді осының қасына мен ойлап тұрмын, егер жаңа оливки болса, онда жаңағы қақ бөліп жаңағы қасына әдемілеп қойса өте жақсы болады ма деп ойлап тұрмын. Менде қазір оливки болмай қалды. Келесіде бір тағы да жасағанда сондай оформлениелерді ойластырам деп жатырмын. Міне соныменен менің бүгінгі жульен самсам осылайша әзір болды. Кішкене уақыт кетеді, сосын жаңағы құрамы да кішкене көптеу екен. Бұны бір пенсия алған сайын пісіретін шығарып деп ойлап тұрмын енді. Одан басқа кішкене қымбаттау түсетін самса екен. Дегенмен де самса маған өте ұнады. Енді тек самсаны осылай пісірем деп шештім. Енді келесіде мен бұдан да әдемі қылып пісіретін шығармын деп өзім ойлап тұрмын. Бірінші рет пісіргенге жарайды деп өзім сол риза болып тұрмын. Міне құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің бүгінгі бейне жазбам да осылай мәресіне жетіп қалды. Менің арнамның дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қоса кетіңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лүпіл қалдырыңыздар, арнаға тіркеліңіздер дегім келеді. Міне мен осындай бір әдемі ыдысыма да салып көрдім. Дастарханды өте ашады деп есептеймін, және мен бұның дәмін көріп жатырмын. Дәмі деген енді адам айтқысыз керемет екен. Мен енді самсаны тек осылай пісіремін деп өзімше шешіп жатырмын. Қонақ дастарханына болсын, осылай қылып жасайтын болдым. Кішкене уақытым көп кетеді екен. Дегенмен де үйреніп алғаннан кейін тез жасайтын шығармын деп ойлаймын. Осымен мен өзімнің бейнемді аяқтаймын. Қош, сау болыңыздар.